YouTube. YouTube бұл бейнематериалдар хостингінің сервистерін ұсынатын қызмет. Мұнда қолданушылар қандай да бір видеоларды қосуға, қарауға, не оларға түсінік беруге мүмкіндігі бар. YouTube қолдануға ыңғайлы және қарапайымдылығының арқасында бейне файлдарды орналастыруға арналған ең танымал орындардың біріне айналды. Бұл сайтта кәсіби түсірілген фильмдер мен клиптермен қатар әуесқойлық видеолар, сонымен қатар бейне блогтар ұсынылады. YouTube түрі Google Inc. компаниясының еншілес ұйымы құрылды. 15 ақпан 2005 жылы құрылған екен. Стивен Хен, Хат Черли, Джавен Карим деген үш кісі құрған екен. Орналасуы Чан Бруно, ақшта. Басты адамдары Чад Херли, бас басқарушы. Саласы интернет, видео хостинг. Басшы компания Google Inc. Сайты youtube.com. Компанияның тарихы. Бұл жобаның негізі 2005 жылы ақпанның 15-де Калифорния, Сан-Брунодағы PayPal фирмасының бұрынғы 3 жұмысшылары қалаған. Олар берілетін мәліметтердің аз көлеміне қарамастан жазбаның жақсы сапалы болуына мүмкіндік беретін флеш-видео технологиясын қолданды. Бұл жоба жақсы көңіл көтеру құралына айналды және өзінің бірлестігін құра отырып, Alexa аналитикалық компаниясының статистика мәліметтері бойынша танымдылығы жағынан MySpace әлеуметтік желісінің басып озды. Forbes журнал. Чад Херли негізін салушылардың бірі. Forbes журналының мұқаба бетінде 2006 жыл қазан айы. 2006 жылдың қараша айында YouTube қызметін Google компаниясы 1,6 миллиард долларға сатып алды. YouTube'ты сатып алуға дейін Google компаниясында осыған ұқсас бағытта қызметті Google Video болған. Google өкілдері бұны жаппай, оны барлық бейне хостингтік сайттар бойынша бейнелерді іздеу орны ретінде қолданбақ. Қазіргі уақытта Google Video іздеуіне YouTube те кіреді. YouTube-те ең алғаш бейне 2005 жылдың 23 сәуірінде орналастырды. Мына сілтемеде осы бірінші бейне бар. 2008 жылдың ақпан айында Пәкістанның үкімет билеушілері исламға қарсы мәліметтерді орналастыру себептеріне байланысты бұл сайтқа рұқсатты алып тастады. 2015 жылы 15 сәуірде YouTube сайтына 15 жаңа тіл қосылды. Олардың қатарында қазақ тілі де бар. 2015 жылдың шілдесінде Android қолданбасында 10.28 нұсқасына жаңартылды. Ондағы ең маңызды өзгеріс толық экран режимінде тігінен түсірілген бейнелер автоматты түрде 90 градусқа аударылып, бүкіл экранды алады. 2015 жылдың 28 қазанында YouTube Red қызметіне ақылы жазылымды бастады. Ақылы қызмет пайдаланушыларға алдын ала роликтер мен жарнамаларды өшіруге мүмкіндік берді. Бейнелерді сақтау және оларды интернет байланысы болмаған кезде ойнату функциясы қолжетімді болды. Сонымен қатар, жазылымды сатып алу арқылы қарапайым пайдаланушыларға қолжетімді емес мазмұнға қолжетімділік пайда болды. 2018 жылдың 18 маусымда YouTube қызметі қазір YouTube Premium ретінде белгілі болды.
2016 жылдың басында пайдаланушылар материалдық дизайнын сынап көру мүмкіндігіне ие болды. Бірақ сайт толық қайта дизайнда алмады. 2016 жылдың күзінде YouTube бейнелер үшін соңғы экрандарды қосу мүмкіндігін енгізді. Алайда олар аннотациялармен үйлеспейтін болып шықты. 2017 жылы YouTube өзінің YouTube TV платформасын іске қосқанын жариялады. Ол алдағы бірнеше айда Америка құрама штаттарында пайда болады. Қызмет онлайн режимде жұмыс істейді және пайдаланушылар спутниктік және кабельдік теледидарлыға жазылуды сатып алудың қажет жоқ. Айына $34,199 үшін абоненттер негізгі хабар тарату желілері мен кабельдік арналарға онлайн қолжетімділікке ие болады. Пакетте бейнелерді жарнамасыз көруге мүмкіндік беретін YouTube Red қызметі де болады. Футбол теледидары және Showtime премиум арнасы қосымша ақыға қолжетімді болады. 2017 жылдың тамызында YouTube мобилді қосымшасында пайдаланушыларға бейнелермен және көрген бейнелерінен алған әсерлермен бөліске мүмкіндік беретін жеке хабарландырулар бөлімі енгізілді. Жаңа функция сонымен қатар 30 адамға дейін топтық чаттар жасауға мүмкіндік береді. 2017 жылдың 29 тамызында YouTube сайт пен қосымшалардың дизайнын жаңартты. Сонымен қатар 2015 жылдан бері алғаш рет логотипті өзгертті. Жаңа дизайн Google ойлап тапқан материалдық дизайн тұжырымдамасына сәйкес жасалған. Сонымен қатар енді қосымшаның мобилді нұсқасында тік және шаршы бейнелер экран өлшеміне бейімделді. Ал жұмыс үстелі нұсқасында қараңғы тақырыпты таңдауға болады. 2018 жылдың қаңтарында YouTube Android үшін бейне сервистің мобилді нұсқасына өзгерістер енгізілгенін жариялады. Пайдаланушылар инкогнито режимін түнгі тақырыпты және оңға қарай сырғыту арқылы жарнамаларды айналдыру мүмкіндігін күтті. Өзгерістер микро бағдарламаның 13.1 нұсқасы орнатылғаннан кейін күшіне енеді деп болжанған. 2018 жылдың шілдесінде Android пайдаланушылары түнгі режимде қолданбаның фоны қою сұрға және мәтін аққа айналады және инкогнито режиміне қол жеткізді. 2018 жылдың мамыр айында YouTube ең танымал әндер, бейнелер және әріптер бар 44 елдің музыкалық диаграммаларын қосты. 2018 жылдың маусымында YouTube 30 мыңнан астам жазылушысы бар арналардың иелеріне ақылы жазылымға кіру мүмкіндігін берді. Ойын арналары 1000 пайдаланушының ақылы жазылымын енгізе алады. Сонымен қатар ойын емес арналар бұл қызметті YouTube қарастырған белгілі шарттарды сақтай отырып, азырақ жазылушылармен енгізе алады. Бейнеблогерлердің кірісінің тікелей өсуімен қатар, арналардың авторлары тек ақылы жазылушыларға арналған мазмұнды көпшілікке бөлуге, ақылы жазылым пайдаланушыларына эмоджилердің кеңейтілген топтамаларын және басқа да осыған ұқсас бонустарды ұсынуға мүмкіндік алды. 2019 жылдың қаңтарында YouTube әкімшілігі пайдаланушы келісімін жаңартты. Осы сәттен бастап хостингке әртүрлі сынақтар кезінде адамдар өлуі немесе ауыр жарақат алу мүмкін бейнелерді жариялауға тыйым салды. 2019 жылдың наурыз айында YouTube басшылығы ұқсас Netflix жобасының сәттілігінен шабыттанып, өздерінің интерактивті қызметін құру туралы ойлады. Арнайы бөлімді бұрын комедиялық контент жасау үшін YouTube-те 8 жыл жұмыс істеген Бен Реллис басқарды. Толық форматты іске қосқанға дейін YouTube интерактивті жарнаманы
орналастыру тәжірибесіне ие болды. Ол бойынша аудиторияның техникалық мүмкіндіктері мен мұндай мазмұнға қызығушылығын бағалау мүмкіндігі болды. 2019 жылдың наурыз айында бейне-хостинг әзірлеушілері бұрмаланған жазбаларын санын азайта алатын жаңа қызметтің іске қосылғаны туралы хабарлады. Жарияланған материалдар автоматты түрде тексерілді. Тестілеу Үндістанда өтеді деп жоспарлануда, және сәтті сынақтан өткеннен кейін жаңарту басқа елдерде де мүмкін болады. 2020 жылдың қаңтарында YouTube коппа заңына сәйкес ересектерге арналған мазмұн мен балаларға арналған мазмұнға жаңа шектеулер енгізді. Жаңа ережелерге сәйкес балалар аудиториясына және немесе балаларға арналған контент мейкерлерге арналған арналарға елеулі өзгерістер монетизацияны азайту немесе толығымен алып тастау бағытында және тағы басқалары әсер етті. 2021 жылдың шілдесінде YouTube негізгі бет, тренд, жазылымдар, жинақ және тарих түймелерінің түсін ақ қараға өзгертті. 2021 жылдың 7 қазанда YouTube пайдаланушыларға бейнедегі ең қызықты фрагменттерді бөлектеу мүмкіндігін сынай бастады. Экспериментке қатысушылар бейнені айналдыру кезінде қызыл жолақтың үстіндегі фрагменттерді көру жиілігінің графигін көреді. Әзірге бұл мүмкіндік шектеулі пайдаланушылар санына қолжетімді. 2021 жылдың наурыз айында YouTube бейнелер астына ұнатпау есептегішін жасыратыны туралы ақпарат келе бастады. Сол жылдың күзінде жаңарту күшіне енді. 2022 жылдың тамызында YouTube дизайнды заманауи етіп жаңартты. Көптеген белгішілер мен түймелердің енді жиектері дөңгелектенеді. 2023 жылдың 16 ақпанда Нил Мохан кеткен Сьюзан Войчицкидің орнына бас директор болып тағайындалды. YouTube қызметтері: YouTube Premium, YouTube TV, YouTube Go, YouTube Music, YouTube Kids. 5 қызметі бар екен. Қолжетімді әрекеттер: пайдаланушылар түсініктеме бере алады, басқа адамдардың пікірлерін бағалай алады, бейнелерге аннотациялар мен субтитрлер қоса алады, және көрген бейнелеріне баға бере алады. Бірақ бейне авторы қаласа, ұнатулар мен ұнатпаулар санын жасыра алады. Бейне жазбаны жүктеген адам өз бейнесінің басқа сайттарда, блогтарда және форумдарда енгізілуіне эмбеддинг де тосқауыл қоя алады. Сондай-ақ қосымша ол жүктелген бейнені 2D-ден 3D-ге түрлендіре алады. Сапасы мен форматтары: бастапқыда YouTube MP3 моно аудиосы бар Sorenson Spark H.263 нұсқасы кодекінің көмегімен 320-240 пикселде бір сапа деңгейінде бейне көруді ғана ұсынды. 2007 жылдың маусым айында ұялы телефонда 3GP бейне көру мүмкіндігі қосылды. 2008 жылдың наурыз айында ажыратымдылықты 480-360 пикселге дейін арттыратын жоғары сапалы режим қосылды. 2008 жылдың қарашасында 720p HD ажыратымдылығы жоғары бейнеге қолдау қосылды. Оны іске қосу кезінде YouTube сайтындағы 720p бейне 4:3 арақатынасынан 16:9 кең экранға өзгертілді. Осы жаңа мүмкіндіктің көмегімен YouTube әдепкі бейне қысу пішімі ретінде H.264-MPEG
4 AVC форматына көшуді бастады. 2009 жылдың қарашасында Full HD 1080p қолдауы қосылды. 2010 жылдың шілдесінде YouTube әзірлеушілері нарыққа ажыратымдылықты 4096-да 3072 пиксельге дейін арттыратын 4К бейнелер ауқымын шығарғанын хабарлады. 2015 жылдың маусымында 7680-де 4320 пиксельдегі 8К бейне ойынның ажыратымдылығына қолдау қосылды. 2014 жылдың маусымында YouTube жоғары деңгейлі графикалық карталар мен салыстырылатын кадр жиілігіне бейне ойындарын ойнау үшін секундына 60 кадрлық бейнені ұсынды. Бейнені 720p немесе одан жоғары ажыратымдылықта ойнату. Панорамалық бейнелер. 2015 жылдың наурыз айында Google YouTube'тың панорамалық бейнелер деп аталатын жаңа мүмкіндікті қолданатынын жариялады. Арнайы камерамен түсірілген бұл бейне жазбаларда көрермен көрініс бағытын өз бетінше өзгерте отырып, айналаны 360 градус көру мүмкіндігіне ие. Сын. YouTube'тың күтпеген өсуі американдық Universal Tube and Roller Forum Equipment Corp компаниясына қиындық туғызды. Оның youtube.com сайты келушілерінің көп саны қызметтің домендік атауын қате енгізгендіктен жиі жұмыс істемейтін. 2006 жылдың қараша айының басында Universal Tube YouTube'ты сотқа берді. Қазіргі уақытта бұл мекен-жайда агрессивті баннерлік жарнамалардан тұратын промо-сайт орналасқан. Ал компанияның негізгі сайты tubeonline.com домендік атына көшуге мәжбүр болды. youtube.online.com домендік атына көшуге мәжбүр болды. 2007 жылдың 13 наурызында Viacom компаниясы YouTube'ты авторлық құқықты жаппай бұзды деп айыптап, оған қызметтің барлық пайдаланушыларының жеке деректерін беруді талап етіп, Googleға қарсы сотқа шағым түсірді. Нью-Йорктың оңтүстік округінің федералды студиясы Viacom компаниясының YouTube пайдаланушысы ақпаратын Viacom компаниясына беру туралы өтінішін қанағаттандырды. Бұл ақш федералды заңына қайшы. YouTube сайтындағы цензура. Белгілі бір елдердің кейбір жаңалықтар агенттіктері және бұл тізім өте таңдаулы. Қызметі арқылы мазмұн тарауында шектеулерге тап болды. YouTube сондай-ақ Facebook, Twitter ережелері бұлыңғыр екені атап өтілген. Ұнамайды сынаушысын жасыру. Бейнелердің астына ұнатпау есептегішін жасыруда әкелген жаңарту белсенді қоғамдық талқылау мен сынға келді. Бұл өзгерістерді жариялайтын ресми бейнені пайдаланушылар жаппай қолдады. 2021 жылдың 19 қарашасында платформа тарихтағы алғашқы бейнені жасаған YouTube негізін қалаушы Javed Karim дәл сол бейненің сипаттамасын өңдеп, ұнатпау есептегішінің жасырылуын сынады және YouTube басшылығының себебі бар екенін айтты. Бұл шараларды қолданды. Бірақ оны зерттеу жүйелеуімен әдейі жарияламады. Бейнехостинг қолданушылардан түрлі сын пікірлерге ие болды. Олардың кейбіреулері бұл шешімді іс жүзінде мүмкін емес деп атаса,
Кейбіреулері оның саяси астары бар және цензураның жасырын түрі екенін алға тартты. Сол жылдың қараша айында ынталы бағдарламашы пайдаланушыларға бейнелердің астындағы ұнатпаулар санын қайтадан көруге мүмкіндік беретін арнайы плагинді шығарды. Блоктау, сөзу және цензура. 2007 жылдың наурызында және 2008 жылдың қаңтарында Түркия беделді саяси қайраткерлерді келемеждейтін мазмұнды жариялағаны үшін YouTube сайтына тыйым салды. Сайтты бұғаттау Google түрік билігінің талабы бойынша сыни бейнелерді жойғанға дейін жалғасты. 2008 жылдың ақпанында Пәкістан билігі исламға қарсы материалдардың жариялануына байланысты сайтқа кіруге тыйым салынған. 2009 жылдың наурыз айында Қытай әскерилерінің Тибет монахтары мен басқа да Тибет тұрғындарын ұрып соғып жатқаны түсірілген видеодан кейін Қытай үкіметі YouTube веб-сайтына кіруге тыйым салды. BBC хабарлағандай, жарияланған бейнематериалдардан оқиғалардың уақыты мен орнын анықтау, сондай-ақ олардың қатысушыларын анықтау мүмкін емес. Қытай сыртқы істер министрінің ресми өкілі Цин Ган үкіметтің интернеттен қорықпайтынын және электр қуатын өшіру туралы бірінші рет естіп отырғанын айтты. Сондай-ақ 2009 жылы бұл сайт Түркменстанда бұғатталды. 2010 жылдың шілде айының сонында Ресейдің Комсомольск-на-Амуре қаласында сот 5 сайтқа, соның ішінде YouTube сайтына кіруді жауып тастады. Мұндай шешім қабылдауға тыйым салынған сайттардың барлығында экстремистік сипаттағы материалдар болуы себеп болды. Содан кейін жоғарғы сот бұл шешімнің күшін жойды. 2012 жылдың 17 қыркүйегінде Пәкістан премьер-министрі Google сайттан мұсылмандардың пәктігі трейлерін алып тастаудан бас тартқандықтан YouTube сайтына ел ішінде тыйым салуды бұйырды. Сол күні Ресей Федерациясының бас прокуратурасы мұсылмандардың пәктігі фильмін экстремистік деп тану туралы талап арыз дайындағаны белгілі болды. Өз кезегінде Роскомнадзор байланыс операторларын сот шағым бойынша шешім қабылданғанға дейін фильмге кіруге тыйым салуға шақырды. Ол сондай-ақ бақта бұқаралық ақпарат құралдарында фильмге немесе фильмнің эпизодтарына сілтемелерді орналастырмауды, әйтпесе қызметті тоқтатуға дейін шаралар қабылдауды уәде етті. Ресей Федерациясының байланыс министрлігі басшысының айтуынша, егер талап қанағаттандырылып, Google Ресейден келген пайдаланушылар үшін фильмге кіруге тыйым салудан бас тартса, онда жақында қабылданған заңға сәйкес YouTube сайтына кіруге тыйым салынады. Ресей Федерациясында келесі күні 18 қыркүйекте Ростелеком Омбы қаласы мен Омбы облысының тұрғындар үшін YouTube сайтына кіруді жарты күнге жуық бұғаттады. 2012 жылдың 22 қыркүйегінде Дағыстанда, 27 қыркүйегінде Шешенстанда YouTube сайтына кіруге тыйым салынды. 2013 жылдың 9 ақпанында Египет соты YouTube сайтына кіруге 1 айға тыйым салды. Онда жарияланған мұсылмандардың пәктігі атты жанжалды фильмнен үзіндіге байланысты сот осындай шешім қабылдады. 2013 жылдың 25 мамырында бейресми ақпарат бойынша YouTube Тәжікстан президентінің үлкен ұлы Рустам Эмомалидің үйлену тойындағы Эмомали Рахмонның ән айтып би билегені бейнеленген видеолар үшін жабылды. 27 мамырда кіру қалпына келтірілді. 2015 жылдың 28 қаңтарында
Роскомнадзор YouTube видеохостингінің Ресей көтерілісшілер армиясынан РК құрылуы бейнеролигінің орналастыруға байланысты тыйым салынған сайттардың бірыңғай тізіліміне енгізді. Мәскеу қалалық сотының шешімімен ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы заңның 15 бабының 2 тармағының негізінде сайт бұғатталды. Бейне жойылды, бірақ YouTube қайтадан тізілімге қосылды. Бірақ қарақшылыққа байланысты осыған қарамастан сол күні кешкі уақытта бейне хостингке кіру мүмкіндігі қалпына келтірілді. Контенттің таралуы және қарау. YouTube бейне материалдарды келесі әдіс арқылы таратады. youtube.com сайтында қолданушылар бейнені бірнеше таралған форматтарда, яғни .mpeg және .avi да енгізе алады. YouTube оларды автоматты түрде Flash WPLCOM.263 кодекімен түрлендіріп, оларды онлайнда көруге рұқсат етті. Flash видео оның әртүрлі платформаларда үйлесімді және рұқсатты болуының арқасында танымал формат болып табылады. youtube.com шегінен тыс әрбір бейне басқа веб-парақтарда бейнені қоюға арналған дайын HTML белгімен қосақтала жүреді. Көшіріп қою қарапайым техникасы бейнені, сонымен қатар кейбір медиа ресурстарды YouTube арқылы таратуды блогерлер және әлеуметтік желілер қолданушыларының арасында өте танымал етті. Өйткені бейнеге сілтеме кез келген веб-парақтардың HTML кодымен ендірілуі мүмкін. Бұл мүмкіндікті кейбір автоматты және жартылай автоматты сервистер қолданады. Мысалы, Videoronk бір парақта ең танымал 5 бейнені YouTube арқылы ұсынған. Бейнені көшіріп алу. YouTube арқылы бейнені офлайнда көру үшін көшіріп алудың бұрынғы тәсілдерінен басқа әдісі KISS сөзінің бейнесінің сілтемесіне қосу. Бейненің сілтемесіне қосу. Мысалы, www.kissyoutube.com example. Мысал деген сөз. Бұл бір қатар басқа қосымшаларды, мысалы SaveTube және браузер үшін кеңейтулер, мысалы Firefox үшін Unplug және видео даунлоудтер жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар YouTube-тен бейнені көшіре алатын бірнеше арнайы сайттар бар. Жойылған деп берілген бейнені физикалық түрде жойылу міндетті емес. Арнайы қосымшалардың көмегімен, атап айтқанда YouTube Video Viewer секілді бұл файлдарды көруге болады. Авторлық құқық. YouTube ережесі бұл сайтқа құрамы бойынша авторлық құқыққа қатысты ақш заңымен тыйым салынған бейнелерді ендіруге тыйым салады. Көпшілік жағдайда компания қызметкерлері ұрланған пиратский контенттерді өшіріп тастайды. Алайда бұған қарамастан сервиске авторлық құқықпен қорғалған көптеген бейнелерді ендіру тоқтар емес. Компания қызметкерлері бұған құқық иелерінен не сервис қолданушыларынан шағым түскеннен кейін ғана назар аударады. Бірақ кейбір жағдайда қолданушылардың шағымы заңды бейне түсірілімдердің қарақшылықпен алынған деп белгілеуіне де әкеп соғады. 2006 жылдың жазында тележурналист Роберт Тур компанияға қарсы алғаш рет авторлық құқықты бұзғаны туралы және бірнеше жаңа бейнетаспаларды құқық иелерінің рұқсатынсыз еркін жария етуіне
қатысты арыз берді. 2006 жыл 5 қазанда JustWork Жапон ассоциациясының құқық иелерінің наразылықтары қанағаттандырылды. Яғни сервистен 29549 бейнетаспалары мен әйгілі жапон әртістерінің қойған қойылымдары өшірілді. 2006 жыл 9 қазанда YouTube пен CBS және Universal Media Group келісім шартқа қол қойды. Ол келісім шартқа сәйкес олар бейнені сервисі арқылы тарата алады. Сонымен қатар олар авторлық құқықпен қорғалған контентті іздеу және өшіру үшін жаңа технологияны қолданғандықтарын жария етті. 2006 жыл 12 қазанда YouTube лицензионды бейнетаспалардың немесе басқа да контенттердің төмен сапалы көшірмесін анықтай алатын бағдарламалық құралдарды қолдану мүмкіндігі жөнінде келісім шартты қабылданғанын жариялады. Бұдан кейін сервис автоматты түрде мұндай бейнені өшіріп тастай алады. Қызметке қойылатын наразылықтар. 2006 жыл 1 маусым кешкі сағат 6:30-дағы мәлімдемеде ITV News Британ агенттігі YouTube және соған ұқсас сайттар жасөспірімдердің арасында зорлық-зомбылық және өшпенділікті насихаттағандығы жөнінде, яғни ұялы телефондардың камерасына әуелі төбелестер түсіріп, одан кейін ол бейнені сервиске жібергендігі жөнінде жариялады. YouTube сайтына шектен тыс қатыгез бейнелерді хабарлау деген функция бар. Бірақ қатыгез бейне түсірілімдерді өшіру үшін журналистер біршама уақыт жұмсауға мәжбүр болды. 2006 жыл 5 қазанда New York Times қызметіне ендірілген американдық бейне туралы хабарлады. YouTube-тан кенеттен шарықтау америкалық компания Universal Tube and Roller from Equipment Corp үшін қиындықтар туғызды. Себебі оның сілтемесі www.youtube.com 1-2006 жылы сайтына кіру қызметінің домендік атын теруде қателесіп кететін қолданушылардың көптігінен жиі қиындықтарға әкеп соғады. 2006 жылдың қараша айының басында YouTube-ке қарсы Universal Tube арыз түсірді. Қызмет баламаларына келдік. Қызмет баламалары. Видеошеринг, видеоблогинг түсініктері пайда болғаннан бастап, шамамен 2003 жылдан бастап, YouTube-тен бұрында кейін де айтарлықтай көптеген жобалар туындады. Кейбір жобалар YouTube интерфейсін дәлме-дәл көшіріп алады десе, де болады. Rever алғашқы пайда болу кезінде Clipshack осы бағыттағы сайттардың барлығы дерлік бейненің тарату қызметінің бір құрылымын қолданады. Олар бір-бірінен тек бизнес үлгілері, жарнамаларды қолдану қызметін тегін не ақылы болуы, кибертехникалық егжей-тегжейі және айқындамалы бойынша ерекшеленеді. Осымен тәмам мәжде дерек көздер. YouTube'ға қазақ тілі қосылды. 2019 жылының 25 жылы дейді. Жалпы 23 дерек көз пайдаланылған. Осымен тәмам.